Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз арифметикалық прогрессия және арифметикалық прогрессияның қандай қасиеті бар, соны қарастыратын боламыз. Енді жақсылап түсіну мақсатында біз мысал қарастырайық. Мысал ретінде бізде мынандай сандар тізбегі берілсін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді осы 10 саннан құралған тізбекте біз қарап отырсақ, бірінші мүшесі, яғни бірінші мүшесі 1-ге тең. 1-ге 1-ді қоссақ, бізде ол 2 болады. Енді 2-ге 1-ді қоссақ, ол бізде 3 болады. 3-ге 1-ді қоссақ, ол бізде 4 болады. Және 4-ге 1-ді қоссақ, ол бізде 5 болады. Осылай әрбір мүшесін біз қосқан сайын келесі мүшесін тауып отырамыз. Мысалы 1-ге 1-ді қостық, бірінші мүшесіне 1-ді қостық, ол бірінші мүшесін арифметикалық прогрессияда А1 деп жазылады. А1-іміз сонда бізде 1-ге тең болды. Біз айтамыз, А1-ге 1-ді қосқанда бізде ол 2-ге тең болды. Онда А2-ші мүшеміз бізде 2-ге тең болды. Және А2-ге 1-ді қосқанда ол бізде 3-ге тең болды. Онда А3-ші мүшеміз бізде 3-ге тең болды. Енді А3-ге 1-ді қоссақ, бізде 4-ге тең болды. Солай жаза берсек жалғастырып, А9-ға 1-ді қосқанда бізде 10 болды. Соңғы мүшесін осылай айтамын. Сонда қарап отырсаңыздар, әрбір мүшесіне бір белгілі бір санды қосқанда, біздің жағдайда ол 1-ді қосқанда, бізде осы тізбектің мүшелерін таптық. Бұл тізбектің 1 деген санны біз прогрессияда оны айырымы деп атаймыз. Сонда D деген санымыз бізде ол айырымы және ол 1-ге тең. Сонда біздің қосылып отырған санымыз ол айырымы және ол 1-ге тең. Ол санды қалай таптық? Ол санды табу үшін біз А2-ден А1-ді азайтқанда бізде ол D деген санымыз шықты. Ол 2-ден 1-ді азайтқанда бізге 1-ге тең болды. Енді тағы бір мысал қарастырып көрейік. Сонда арифметикалық прогрессия дегеннің өзі белгілі бір санға көбейген және белгілі бір санға азайған жағдайда біз оны арифметикалық прогрессия деп атайды екенбіз. Біздің жағдайда біз қарастырған мысалда ол өсті. Және 1-ге өсті. Біздің жағдайда. Енді екінші бір мысал қарастырып көрейік. 10, 8, 6, 4, 2, 0 және -2. Бұл сандарда әрбір сан 2-ге азайып отыр. 10-нан 2-ні азайтсақ, бізде ол 8 болады. 8-ден 2-ні азайтсақ, ол бізде 2 болады. 6 болады. 6-дан 2-ні азайтсақ, ол бізде 4 болады. Және 4-ден 2-ні азайтсақ, ол бізде 2 болады. 2-ден 2-ні азайтсақ, ол 0 болады. 0-ден 2-ні азайтсақ, -2 болады. Сонда бұл жерде бізде А1-ші мүшеміз 10-ға тең еді. Ал D деген айырымы ол бізде -2-ге тең. Өйткені -2 деген санға кеміп жатыр. Сонда D деген айырымы -2-ге тең. Және арифметикалық прогрессия құрайды себебі не себепті? Өйткені бірдей санға өсіп және бірдей санға кеміп жатыр. Сондықтан да бұл арифметикалық прогрессия құрайды, кемеді -2-ге. Енді
арифметикалық прогрессияның а n-ші мүшесінің формуласы деген формула бар. Соны қарастырайық. n-ші a n-ші мүшесінің формуласы. a n-ші мүшесінің формуласы. a n-ші мүшесінің формуласы a n тең болады a1 қосылған n-1 көбейтілген d. Енді мысал қарастырып көрейік. Мысалы, бізде мынандай сандар берілсін. 1, 3 және 5, 7, 9 болсын. Енді мына формуладағы AN-ді табыңыз дейді. Бізде берілгені бойынша AN-ді табыңыз. AN-ді қалай табамыз? Біз жазып аламыз. A бірінші мүшеміз бізде 1-ге тең. A бірінші мүшеміз бізде 1-ге тең. A екінші мүшеміз бізде 3-ге тең. A үшінші мүшеміз бізде 5-ге тең. A төртінші мүшеміз бізде 7-ге тең. A бесінші мүшеміз бізде 9-ға тең. Бізге AN мысалы ретінде AN-ді табыңыз дегенде AN мысалы 7 осылай жалғасып кете береді ғой, мүше шексіз болуы мүмкін. Мысалы AN 15-ті табыңыз дейді. AN 15-ті қалай табамыз? AN 15-ші мүшені табу керек. Енді онда біз бірінші AN формуласы бойынша бізге A1 керек. A1-іміз бізде бар. Және N керек. N дегеніміз 15-ке тең бізде. A 15-ті табу керек өйткені. Және D керек. Ал біз D-ні қалай табамыз? D деген айырымы дедік. Оны табу үшін, D-ні табу үшін D тең A2-ден A1-ді аламыз. Кез келген мүшесінен, немесе A3-ден A2-ні аламыз деген сияқты. A2-ден A1-ді азайтсақ, 3-ден 1-ді азайтсақ, бізде ол 2-ге тең болады. Онда формуланың орнына апарып қояйын. Сонда AN A15 тең A1 деген 1-ге тең. N дегеніміз 15-ке тең. 15 азайтылған 1 көбейтілген D дегеніміз бізде 2-ке тең. Сонда 1 қосу 20 14 2-ке өтсек 28. Сонда A 15-ші мүшеміз бізде 29-ға тең екен. Жақсылап түсіну мақсатында тағы бір мысал қарастырып көрейік. Мысал ретінде бізде арифметикалық прогрессияның алғашқы 9 мүшесінің арифметикалық прогрессияның A бірінші мүшесі 3-ке тең. Мысал беріліпті бізде. Бірінші мүшеміз, A бірінші мүшеміз бізде айтады 3-ке тең дейді. Және D-міз бізде 4-ке тең. Сізге табу керек, A6-ны табу керек. Сонда 6-шы мүшесін табуымыз керек. Енді 6-шы мүшесін табу үшін бізге формуланы жазу керек. AN тең A1 қосу N-1 көбейтілген D еді. Енді орнына барып бізге барлығы берілген, орнына барып формуланы қоя саламыз. A 6-шы тең болады 3 қосу N дегеніміз 6-ға тең. 6 азайту 1 көбейту D дегеніміз 4-ке тең. Сонда 3 қосылған 6-тан 1-ді азайтсақ 5 болады. 5 көбейту 4 20 болады. Сонда 23. A 6-шы мүшесі сонда 23-ке тең екен. Бұл мысал 1 деп қояйық. Енді мысал 2-ні шығарайық. Мысал 2 бізде 4, 11 және 18 деген сандар беріліпті. 18 деген сандар арифметикалық прогрессия 4, 11, 18 және арғай кете береді. Енді бізге осы прогрессия белгілі бір қатар заңдылықпен орналасқан
а алтыншы мүшесін табыңыз дейді. Бұл жағдайда бізде а алтыншы мүшесін қалай табамыз? Біз ол үшін бірінші мүшесін анықтап алайық. Бірінші мүшесі бізде 4-ке тең. Екінші мүшесі бізде 11-ге тең. Онда біз d-ні анықтап алсақ болады. D дегеніміз a2 азайтылған a1 еді. Сонда 11-ден 4-ті азайтсақ, бізде ол 7 болады. Сонда d-міз 7-ге тең. Енді формулада бізде барлығы бар. Орнына апарып қояйық. a-ның формуласын жазайық. a-n тең a1 қосу n-1 көбейту d еді. Орнына апарып жазайын. a алтыншы мүше тең болады. a1 дегеніміз 4-ке тең. 4. n дегеніміз 6-ға тең. 6 азайту 1. d дегеніміз бізде 7-ге тең. Есептейік сонда. 4 қосу 6-дан 1-ді азайтсақ бізде бұл 5 болады. 5-ті 7-ге көбейтеміз. Сонда 39 болады. 6-шы мүшесі 39-ға тең екен. Енді тағы бір соңғы мысалды қарастырып көрейік. Соңғы мысал бізде былай дейді. Егер a7-ші мүшесі азайтылған a3-ші мүшесі бізде 16-ға тең болса, жүйе түрінде беріліпті. Жүйе a4 қосылған a1-ші мүшесі бізде 26-ға тең дейді. Онда бізге табу керек, осы жерден табу керек. a8-ші мүшесін табыңыз дейді. Енді бұл кішкене күрделірек есеп екен. Ол үшін толық жазып шығайық. Бізге керек a-ның формуласын жазып қояйық. a-ның формуласы тең a1 қосу n-1 көбейтілген d болады. Енді a-n дегеніміз a7-ні жазып алайық. a7 тең a1 қосу n дегеніміз 7-ге тең. 7 азайту 1, 6 болады, 6-ды. a3 дегеніміз осы орнына, әрқайсының орнына жазып шығайық. Сонда a7 дегеніміз a1 қосу 6-ды азайтылған жақша a3 деген жазылған сол a1 қосылған 2-ді тең 16-ға. a4 дегеніміз a1 қосылған 3-ді және a1 тең 26-ға. Жақшаны ашам. Бірінші өрнектен a1 қосылған 6-ды минус a1 қосылған азайтылған 2-ді тең 16-ға. Осы жерден қарап отырсаңыздар, a1 мен a1 қысқарып кетеді. 6-дан 2-ні асам 4-ті болады. Бақса, жүйе 2a1 астында a1-ге a1-ді қосам 2a1 болады. 3-ті тең 26-ға. Сонда менде үстінен шығады 4-ті тең 16-ға. Бұл жерден d тең 4-ке. Енді екінші өрнекке апарып қоям. Сонда 2a1 4 көбейту 3 бізде 12 тең 26-ға. Бұл жерден 2a1 тең болады 14-ке және a1 тең болады 7-ге. Сонда a1-іміз бізде 7-ге тең болды. Және d-міз бізде 4-ке тең болды. Енді онда біздің мақсатымыз a8-ді табу керек еді. a8 тең a1 қосылған 7-ді болады. a1 дегеніміз бізде 7-ге тең, 7. d дегеніміз 4-ке тең. 7 көбейту 4. Сонда 7 қосу 28 бізде ол 35 болады. Осымен арифметикалық прогрессияның арналған бірінші сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.